Астыңызда 1, 2, 3. Ой, бұл мына баланың мойынжығы екен. Мойын шығарайық. Деп көтеріп жүрмеңіз. Өте опасный процесс. Мойын шығаруға болады үй жағдайында аккуратно. Жаңағындай бүйтіп көтеретін болсаңыз, мына мойын тамырларына өте опасный процессте зақым келтіріп алуыңыз мүмкін. Үй жағдайында былай ашсаңыз болады. Мысалы, бала осылай ұйықтайды. Бала жатады осылай, дұрыс па? Сіз бас жағында тұрып аласыз. Мына екі қолын ұстап ал дейсіз біреуге. Потом міне жақында түсірсеңіз болады. Міне осы жеріне иегіне осылай ұстаймыз да, аккуратно міне 1, 2, 3 көрдіңіз ба? Ашылып жатыр кәдімгідей. Әрі қиылып кетпейді, мойны қызарып кетпейді. Өстіп аккуратно абайлап ашсаңыз болады үй жағдайында. Жаңағындай Москва сияқты тартудың қажеті жоқ та. Видеоға лайк басып парақшаға тіркеліп алыңыз. Көрдіңіз ба? Балаға ешқандай ауырсыну болмайды, аккуратно. Өстіп ашасыздар. Қатты нагрузка салмайсыз. Мойын тазалап тұрыңыздар, қиылып кетеді, қызарып кетеді, әсіресе перебес балдарда. Міне, көрдіңіз бе?